Саламатсыздар ме? Сабақтың тақырыбы терезеде гүл тұр. Сабақтың мақсаты гүлдердің түрлерімен танысу, жаңа сөздер меңгеру, мәтінмен жұмыс, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру. Цель урока – познакомиться с разновидностями цветов, освоить новые слова, работать с текстом и уметь отвечать на вопросы по тексту. Жаңа сөздер: гүл, цветок. Су құяды, поливает. Қызыл, красный. Сары, желтый. Көк, голубой. Ақ, белый. Жапырақ, листья. Тыңдалым, оқылым. 75-ші бет, бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Бұл сынып. Сыныпта 3 терезе бар. Терезеде 5 гүл тұр. Мына гүл әдемі. Гүл қызыл, жапырақ жасыл. Мен гүлге су құямын. Это класс. В классе 3 окна. На окне 5 цветов. Это красивый цветок. Цветок красный, листья зеленые. Я поливаю цветы. Айтылым. Говорение. Гүл атауларын мен танысу. Сұраққа жауап беру. Гүлдердің түсі қандай білу. Раушан, розы. Раушан қандай? Қызыл. Қызғалдақ. Қызғалдақ тюльпаны. Қызғалдақ қандай? Сары. Лалагүл. Лалагүл калы. Лалагүл қандай? Ақ. Күлгін. Фиалки. Күлгін қандай? Көк. Жазылым. 76-шы бет, 2-ші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қой. За место рисунков должны ставить нужные слова. Бұл үлкен терезе. Терезеде әдемі қызыл гүл тұр. Ана гүлге су құйды. Бұл тапсырманы балалар дәптерімізге жазбаша орындаймыз.